Мінессіз адам болмайды, қисықсыз қадам болмайды. Бұл жалғанда үш дауасыз нәрсе бар. Бірі кәрілік, бірі ажал, бірі мінез. Осы дауасыздарға төзімді бола біл. Көп нәрсеге көз жұмып, пендеміз ғой деп кешірімді болған сайын, кейбір жандар өздерін періште сезініп, басынып басыңа шығады екен. Қазір адамдардың бәрі асығыс, бірақ қайда асығып бара жатқандарын өздері де білмейді. Білсе асықпас еді ғой. Көңіл қағаз сияқты, бір мыжылса қайта орнына келмейді. Тағдыр ақымақ емес, адамдарды бір-біріне бекер жолықтырмайды. Тағдырдың өткір қабағы жаныңа уайым салады. Басыңнан өткен әрбір сәт өмірдің берген сабағы. Жасаған әрбір ісіңе Тәңірдің бар ғой жауабы. Сабыр мен сенім біріксе, таусылмас өмір ғажабы. Адал бол, әркез адам бол, біткенше өмір парағы. Адам кешірім сұраудан шаршамаса, Алла кешіруден шаршамайды. Ешкімге ұқсамайтын өмірім бар. Бірде шық, бірде қырау көңілім бар. Десемде бәрі жақсы, бәрі тәтті. Дегенмен дей алмаймын, өмірім бал. Сынаққа шыдап сабырмен, тілдестім үнсіз Тәңірмен. Еңсемді биік ұстадым, құлаған жоқпын әлімен. Әркім өз өмірін бақытты ету жолдарын және оған не нәрсе кедергі болып жатқанын жақсы біледі. Біздің ең басты кемшілігіміз білгенді жүзеге асыра алмауда. Ешкімді жек көрме, ешкімге кектенбе. Өкпелеп қайтесің жарығым өткенге. Арам мен надандар, өсектеп жамандар. Жылауға тұрмайды жылатқан адамдар. Біреудің көңілін ойлаған адам, өзінің өмірін ойлаған адам. Жақсы жаман қылығың өзіңе қайта оралады. Дүние деген қызыққан ісің болса, қызықтырған кім сені оған сонша. Пайдасыз баянсызын біле тұра, қуа бердің ойланбай неге сонша. Күшік асырап итеттім, балтырымды қанатты. Біреуге мылтық үйреттім, мерген болды мен атты. Мен кеше біреуді көрдім, үнсіз жылаған. Мен кеше біреуді көрдім, мұңсыз бір адам. Мен кеше біреуді көрдім, әлемді көрмеген. Мен кеше біреуді көрдім, сәлем бермеген. Мен кеше біреуді көрдім, сатып кететін. Мен кеше біреуді көрдім, бақытты ететін. Мен кеше біреуді көрдім, ерлігі өлмейтін. Мен кеше біреуді көрдім, енді көрмейтін. Құдыққа тас тастаған адам, ол түбіне жетіп, дауысы естілгенше қарап тұрады. Сол секілді, сені сөккен адамның көбісі жауабыңды күтеді. Ұстамдылықпен көркем мінез таныт, өткізіп жібер. Құдық түпсіз екен деп ойласын. Соққан жел қайта оралып кешірім сұраса да, сынған бұтақ сынған күйінде қала береді. Пайда келтіре алмасаң, зиян тигізбе. Қуандыра алмасаң, ренжітпе. Мақтай алмасаң, ешкімді сөкпе. Алла байлықты кез келген адамға береді. Ал иманды, жақсылықты тек сүйген құлына насіп етеді. Ей адамдар, қою керек бұндайды. Ақылды адам көп сөйлемей тыңдайды. Бұл өмірде сан тарау жол бар болса, әрбір адам жолын өзі таңдайды. Өмір сенің көз жасыңа қарамайды. Сынға салып жүрегіңді жаралайды. Сондықтан да биік шыңға шықсаңдағы, әкең менен анаң ғана бағалайды. Ешкім сенің көз жасыңа қарамайды. Бақытты болып кеткеніңді қаламайды. Сондықтан да жетістікке жетсеңдағы, әкең менен анаң ғана бағалайды. Уақыт сенің көз жасыңа қарамайды. Кім болсаң дағы ғұмырыңды санамайды. Сондықтан да Алла берген өміріңді
әкең менен анаң ғана бағалайды. Тірлікте кімнің бағы шайқалмайды, дұға қыл жаныңа жаз қайт орнайды. Сұрамай керегіңді берген Алла, сұрасаң қолыңды бос қайтармайды. Өсек сөз айтылғанда құлағың керең болсын. Өсиет сөз айтылғанда ойың терең болсын. Еліңнің тыныш атқан таңы жақсы, әкеңнің бар боп тұрса малы жақсы. Тағына ескендірдің отырсаңда, құт құшақ анашыңның жаны жақсы. Айға шауып мерт болған арыстаннан, тірі жүрген торғайдың халі жақсы. Тоқшылықта білмейсің нән қадірін, аштықтағы құйқаның дәмі жақсы. Ұнжырғасы ұнамсыз жігіттерден, абыз кеуде батагөй кәрі жақсы. Әйдері жоқ пікірсіз бауырыңнан, адал болса ағаңның жары жақсы. Жекіп берген досыңның көмегінен, жүйке басар жайғана дәрі жақсы. Отқа барса оты сөз ала келер, ауыл аймақ көршіңнің бары жақсы. Алла алдыңа әкелер дөңгелетіп, боларына сенсеңіз бәрі жақсы. Аш кезде адам басқаша, ол сәтте жылы сөз керек. Қалтамен қарын тойғанда, ауыздан шығар сөз бөлек. Егер осы видео саған ой салса, лайк бас, пікір жаз. Және осындай пайдалы видеолар үшін каналға тіркелуді ұмытпа.